өзін де аяғынан жүре алмаса да. Армандардың бірі автокөлік. Сол арманды орындадық. Тосыншылар бұнымен біткен жоқ. Баспана мәселесі шешілді ме? Ассалаумағалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Бүгін желтоқсан айының 12-сі. Сіздердің естеріңізде болса, осыдан бірнеше айлар бұрын Сабина есімді қарындасымыз Шымкент қаласының тумасы бізге хат жазып хабарласқан. Әкесі мен шешесінің мүгедектігі оның хат жанына батады екен. Өзін де аяғынан жүре алмаса да, таудай талаптар мен армандары бар екен айтып жеткізген. Қарындасымыздың армандарының бірі автокөлік әкесіне сыйлағысы келеді екен. Сол арманды орындадық. Енді Алланың қалауымен ол кісілер қандай өмір сүріп жатыр, қандай өзгерістер бар деген сұрақтарға жауап күтіп отырған шығарсыздар. Тосыншылар бұнымен біткен жоқ. Біз қазір барып, ол кісілердің өмірлері қалай өзгерді, және де баспана мәселесі шешілді ме деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ал енді қазір Сабинаның қал жағдайын білуге барып қайтайық. Қала ояу, келем баяу, таңға таяу, жол ойым терең, естілдәрі. Ал енді Сабинаның армандаған мотоцикл осындай ғой, негізі сұраған. Тура осындай мотоцикл болса деген әкесі жүріп тұратын. Хотя бы деп айтқан ғой негізі. Осындай мотоциклдерді осынан көрген екен ғой сөйтсек. Қазір енді міне Аллахтың қалауымен өздерінің судай жаңа автокөліктерімен бізді алдымыздан шығып күтіп алғалы тұр. Ең бастысы үйге барғаннан кейін енді қазақ болғасын, қолына бір нәрсе алып барасың ғой, бала шаға бар дегенде. Сондықтан магазинге кіріп тәттілерді алып алдық. Енді Алла қаласа қазір мына жақтың жолы жақсылау екен. Сәлімнен үйіне қарай жақсылап жол салып қойған ғой деймін әкем. Міне машинасы. Қандай керемет. Бұған негізі өздеріңіз білесіздер, қара машина берген едік қой. Қара машина бергенбіз. Қара машина бізде механика болды. Сондықтан мына автокөлік бізге биыл «Заправляй полный бак» Аманантаев деген акция бойынша өтіп жатқан осы автокөлікті берейін дегенбіз. Негізі коробка автоматтығын білді. Автокөлікті берген себебіміз, өйткені бұл автокөлікті ауыстырып бердік. Ана автокөлік механика, ал енді әкесінің аяғы өздеріңіз білесіздер, қимылдамайды. Сондықтан бұл кісіге механикадан гөрі автомат және де қолға барлықтары болған дұрыс. Бір адам шыдамастан көп рет құлаған, бәрі де өтпелі, қалдырма өкпені. Апарар биік шыңға, өмірдің ағы бар қарасы да, болса да қиынды қарасында, бәріне шыда. Берілме бірақ мұңға, шашпа тек өзіңді оңды солға, болса да жүректің жарасы да. Біздің кухня, бұл жақта тамақ ішеміз, тамақ пісіреміз, ыдыс жуамыз. Кухняларын үлкен екен. Мына жерде отырып шай ішеміз. Бұрынғы үйге қарағанда қалай ұнай ма осы үйлеріңіз? Өте күшті. Ең бастысы үйде әжетхана бар, жылы суға түсуге болады. Бұрынғы үйлеріңізде ондай жоқ деймін. Өзің бөлмен қай жақта? Мынау біздің зал. Мынау біздің бөлме. Машалла. Мынау біздің жататын кроваттарымыз. Мына жерде мен жатам. Ана жерде сіңлім жатады. Мына жерде сабақ оқимыз. Сабақ оқисыңдар ма? Өзің суретіңді қойып қойсың, әдемі қылып. Мен концертте түскен суретім. Концертте? Садик оқитын кезде. Концертке шақырды. Менің есімім Сабина. Мен Көңілбай ағама мотоцикл алып беріңізші деп арманымды айтқан болатынмын, бірақ маған машина алып берді, содан кейін үй алып берді. Енді Көңілбай ағаға қатты рахметімді айтамын. Арқасында ішінде суы бар, туалеті бар, бөлме алдық. Баяғыдай таксимен баняға бармаймыз, таксимен жүрмейміз. Папам баяғыдай күлін қалай төгем деп уайымдамайды. Бәрі оңай. Осының бәрі Көңілбай ағаның арқасы.
Сияқты қыздарға армандарың көп болсын, орындала берсін деп айтқым келеді. Мен енді арманымды тоқтатпаймын. Өскенде блогер болам, Көңілбай аға сияқты адамдарға көмектесем, Дубайға барам, шетелге барам, неше түрлі елдерді Көңілбай аға сияқты аралайым. Асыл адам қорына, Аманат Раевқа көп рахметімді айтам. Солардың арқасында үйіміз және көлігіміз бар. Ал енді қалай? Мектепте қалай өзгеріс бар ма? Оқуда? Мен қазір онлайн оқимын, ертең декабрьден кейін Акоп мектепте оқимын. Үлкен мектепке барасың енді? Мына бөлмелердің үлкен екен, биік екен, үйлердің жарық екен. Бұрынғы үйлеріне қарағанда жақсылық қой деймін, ең бастысы жылы. Ал енді әдемі үлкен. Автокөлікпен жүріп жатсыңдар ма? Қай жаққа барып жатсыңдар автокөлікпен? Мектепке барамыз, сіңлім мектепке апарамыз, магазинге барамыз. Машалла. Негізі ең бірінші Аллах Тағалаға сансыз шүкіршілік деу керек. Ал енді өмірдің өзгеруіне Аллах Тағала бірден бір себепші болатын сол жер бетіндегі пенделер, жақсы адамдар. Сондықтан жақсы адамдардың бар екенін білу керек. Өзің де жақсы адам болу керек. Құрметті ағайындар, ең бастысы біздің Сабина қарындасымыздың арманы орындалды. Соны айта алмай, концертте даусымыз дірілдеп шығып, біртүрлі болып қалдық. Енді қалай біртүрлі болмайсың, өйткені қарындасымыз қуанғаннан ба әйтеуір жылап отырады. Ал енді шай ішейік. Біз қарнымыз ашты. Бұл жұмыстарды біз не үшін жасап жатырмыз? Қарап отырсаңыз, тура артымызда бір отбасы автокөлігімен өздерінің армандаған баспанасына тұрып жатыр. Бұл отбасылық армандардың орындалғаны, балалардың арманының орындалғаны. Яғни мен бала күнімде армандаған едім, Алла қаласа ертең өскенде деп. Енді өскендегі армандарымыздың бірі осындай кісілердің армандары, яғни баспаналы болса, үйлі болса, махаббаттарына берік болса деген ниет тілектеріміз Алла қабыл етті. Бәріміз бір қазақша сөйлеп, қазақ елінде, бай мемлекетте осындай үйлі күйлі, арқа жарқа өмір сүріп жатсақ қызық қой. Міне қазір қарасаңыз, артымызда адамдар шулап жатыр. Олардың бәрі қуаныштың көз жасын тамып жатыр. Ең бастысы Сабина мен оның отбасы ең бақытты күндерін осы жерде өткізсе деген ниет тілектеміз. Сіздерге де армандаңыздар дегім келеді. Біздің халықтық жобаларымыз Асыл адам қорының баспана және жұмыспен қамту қорының негізгі мақсаттары осындай бақытты отбасылардың бақытты өмір сүруіне мүмкіндік беру. Ал енді Аманат Раев ол баспана мен автокөлікті алып беретін болса, ал енді Арман үй компаниясы сіздерге жақсы үйлерді салып беретін болса, біздің басқа жобаларымызда сіздерге киім-кешек, тамақ, ал енді бақыт мекені сіздерге ауыл шаруашылығын дамытып, сіздерге ауылдан шығатын өнімдерді алып кеп беріп отырса. Бұл біздерде армандарымыздың орындалғаны. Бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс жасап жатқан барлық біздің әріптестерімізге, барлық әріптестерімнің атынан сіздерге армандарыңыздар деп айтқым келеді. Тек қана осы бай мемлекетте кедей өмір сүруге болмайды деген қағиданы миыңызға құйып алыңыз. Бұл дүниеге біз ақша тауып кредит төлеуге келген жоқпыз ағайын. Біз бұл дүниеге арқа жарқа өмір сүруге келдік. Сол өмірде сыйластықтарымыз, сіздермен біздеріміз жараса берсін ағайын. Қазаққа тек қана қазақтың жанына ашиды деген сөзді ұғынып алыңыздар. Ал енді біздің сіздерге айтатынымыз,
адамға адамның ғана жаны ашиды. Ал енді сіздердің адамгершіліктеріңізді көрсететін болсаңыздар, онда ұлтқа, дінге, нәсілге бөлінбейтін асыл адамның басты қағидаларын біліп алсаңыздар болғаны. Адамның баласы бол, атаның баласы болма деген атамыз. Барлықтарыңыз үйлі күйлі болыңыздар. Рахмет сіздермен.